Қалалық прокуратура ескертеді. Қала тұрғындарының арасында интернет желісі арқылы алаяқтардың арбауына түсуі қауіпті жағдай туғызуда. Осы орайда өздеріңіздің жеке куәлік және банк картасының санын ешкімге ешқандай желеумен бермеулеріңіз қажет. Бөтен тұлғалардың жеке құжаттарын пайдалану арқылы алаяқтармен интернет желісінде Зинк Қазақстан, Aventus Қазақстан, Каппия, Friendly Finance, Gofingo және оңай кредит жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің микрокредиттік мекемелерінен несие рәсімдеу деректері орын алуда. Мысалға, 2019 жылдың сәуір айынан бастап қала тұрғыны ай есімді азаматша шет елінен өзіне ақша аударып жіберу үшін деген желеумен өзінің таныс адамдарының жеке құжаттарының көшірмелерін WhatsApp желісімен сұрап алып, Зинк Қазақстан, Aventus Қазақстан, Каппия, Friendly Finance, Gofingo және оңай кредит жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің микрокредиттік мекемелерінен жәбірленушілердің аттарынан өзінің Каспий банк банкомат карточкасына ақшаларын аудартып, жеке бас пайдасына жаратқан. Дәл осындай жолмен Қызылорда қаласының 8 тұрғынының атынан микрокредиттік мекемелеріне алаяқтық жолмен жалпы 745 мың теңге шығын келтірген. Нәтижесінде 2020 жылдың 14 ақпанында Қызылорда қаласының номері 2 сотымен ай есімді азаматша алаяқтық қылмысын жасаған үшін кінәлі деп танылып, ол 3 жыл 6 айға сотталды. Қазіргі уақытта қала тұрғындарының арасында алаяқтардың арбауына түсу деректері өсім алуда екендігін ескеріп, қалалық прокуратура сіздердің сақтық шараларын күшейтіп, өздеріңізге тиесілі ресми құжаттарды басқа тұлғаларға ұсынбауға шақырады.